1211 есеп. Бірінші өрнектің ықшамдап мәнін табыңдар дейді. 2, 7 қосу 4x дейді. Мұндағы x тең 5-ке дейді. Яғни x орнына 5-ті қойып, мына өрнекті шешеміз ықшамдап. 5 қосу 7, 4 көбейту 5. Так, 5-ке 7-ні қосамыз 12, 2 көбейту 12, қосу 20. 24 қосу 20, 44. Екіншісі. Y қосу 15 дейді. Мұндағы Y тең 2-ке дейді. Так, 2 қосу 15. 1 қосу 15. Так, 15-ке 9 қоссақ 24. Үшіншісі 1,5 Y қосу 9. 5 дейді. Мұндағы Y тең 4-ке дейді. Y-ның орнына 4-ті қойып есептейміз. 5, 4 қосу 9. 5 көбейту 13. 3,5. Так, 1,5-ні 13-ке көбейтеміз. Қанша болады деген? 9,5. Оған қосамыз 3,5-ті. Так, мына 0 түседі. 23. Төртіншісі. X тең 8. X орнына 8 қойып есептеңдер дейді. 3 бөлінген 4, 8 азайту 6, қосу 2. 3 бөлі 4 көбейту 2 болады. Қосу 2. 2 мен 4 қысқарады, 3 болады. 3-ті 2 бөлем, қосам 2-ке. 3-ті 2 бөлсем 1,5, оған 2-ні қосатын болсақ 3,5. Әрмен қарай 1212 есепті қараңыздар. Бұл жерде трапеция берілген. Кітап бойынша жұмыс жасаймыз енді. Так, сарынан көтереміз, былай бетеміз мені. Мына бойынша жұмыс жасаймыз. Осының градустық өлшемдерін жазыңдар бізге. Бетеді EOK, KOL, LON, NOF бұрыштарын градустық өлшемдері мына жерде берілгенді, соны жаза отырып, мына қосындысы солардың 180 градусқа тең бе екенін дәлелдейміз. Бірінші мына жерде қарап алыңыздар. Бірінші EOK дайын тұр транспортермен өлшеп болған 30 градус бұрышқа тең. Жазып алам. Так, бұрыш EOK 30 градус. Дайын тұр өзі. Енді екінші KOL дейді. KOL. Бұрыш KOL қанша бұрыш екен? Бұл EOK 30 градус болса, KOL-ымыз мына жерде жалпы 70 градус көрсетіп тұр ғой. Яғни 70-тен мына жерде 30 болатын болса, 70-тен 30 алсақ, ол да 30 градус болады. Так, 60, 70, 70, 50, 60, 70-ті көрсетіп тұрды мына жерде. Ал мына жерден бастап, мына жерден 70 градус, 70-тен 30 алатын болсақ, 40 градус көрсетіп тұр екен. 10, 20, 30, 40. Яғни 40 градус болады екен бұл жеріміз. Мына 70 градуста, мына 30 градусты шегеретін болсақ, 40 градус болады. Соны жазып қоямыз бірдестен. Әрмен қарай екінші бұрыш LON бұрышын тап дейді. LON бұрышы қараңыздар. LON бұрышын қараңыздар. Жалпы LON бұрышы мына жерде қанша градуспен аяқталып тұр? 145 градус болып тұр да. Мына жерде жазып қоямын. 145 градустан азайтамын. Мына жерде қанша градус болып тұр? OL сәулеміз 60, 70 градус. 145-тен 70 градусты азайтамыз. 75 градус екен. 75 градус болды. LON 75 градус болды. Енді біздің табатынымыз NOP бұрышы. NOF бұрышы. NOF бұрышын былай есептей саламыз. Мына градус 0 болып тұр, 10, 20, 30, 35 болып тұр.
30 пен 40-тың арасы 35 болады. Сонда 35 градус екен. Енді осылардың қосындысы 180 градусқа тең ба, соны дәлелдейді екенбіз. Қазір көрсете саламыз оны. Так, қосып шығам. Дәлелдеу. Бұрыш ЕОК қосылған. Қосу. 180 градус ба? Тексерек. ЕОК 30 градус. Орындарына қойып жазып атырмын. 75 градус. 35 градус. Ал бәрін қосып шығайық қанша болады екен, Мына 70 болды. 70-ке 75-ті қосасыздар. 145 болады. 145-ке қосасыздар 35-ті. 180 болды. Дұрыс екен. Вот бұл есебім шықты. Әрмен қарай. 1213 есеп. 1213 есепте не дейді? Мына кітапқа қараймыз және. Мына суретте дейді. Өзара А және В түзулері қиылысқан дейді. А түзуі, Б түзуі. Трансфертерді пайдаланып, бірінші градустық өлшем өлшеп табасыңдар. 2-ні, 3-ті, 4-ті дейді. Градустық өлшемдерін есептеп табыңдар. Қай бұрыштардың градустық өлшемдері өзара тең дейді. Так, трансфертерін алып шығайын. Бірінші сандағы градустық өлшем өлшейік ол үшін мынаны А түзуін 0 градуспен теңестіріп алдым. Енді Б түзуін қараңыздар міне. Енді бұл жерде Б түзуі міне Б түзуі 120. Мына жоғары жағын 60 градус болып тұр. Мынау 2 градусқа бөлінеді трансфертер. Жоғары жағы и төмен жағы. Сол жақтан есептегенде жоғары жақтағы трансфертердің градустарын өлшейміз. 10, 20, 30, 40, 50, 60 градус екен. Бірінші сандағы бірінші бұрышымыз 60 градусқа тең екен. Так, оны мына жерге жазып бастайық. Көрініп тұрған шығар, бұрыш 1 60 градус деп жазып қоямын. Екінші бұрышты өлшеу үшін мынаны Б нүктесімен Б сәулесімен 0 градусты былай реттеп беттестіріп аламын да. Енді так, 0 кетті, мына жерге 100, 110, 120 градус екен. Бұрыш екінші 120 градус екен. Ал енді үшінші бұрышымызды есептейміз. Так, бұны бұлаймен етіп аламыз. Міне. Бұлымызды есептейміз да, 0-ден бастап, қай жер 60 градус екен бұлымыз. Так. 3, 60 градус екен. Онда бұрышымызда 4-те 120 градусқа тең болады. Бұл жерде мына бірінші бұрыш пен үшінші бұрыш тең. 2 мен 4 тең болады. Өзара бұрыштар бұлар тең болады. Өлшемдерін. Енді бізге сұрайды, қай бұрыштың градустық өлшемдері тең, соны теңестіріп жазамыз. Бұрыштарды теңестіру үшін бірінші бұрыш пен үшінші бұрышының тең. Екінші бұрыш пен төртінші бұрыш тең. Тең деп қойдық мен. Бұрыштар. Болды. 1213 есеп осылай шыға салады. Так. 1214 есепке көшейік. Әзір. 1214 есеп. 1214 есеп не дейді? Сағат 9-дан 10 минут өткенде 10 сағаттық. Так, 1214 есепте бетеді сағат тілі 9-дан 10 минут өткенде оның сағаттық тілі мен минуттық тілінің арасындағы бұрыш неше градус дейді? Арасындағы бұрышты табуымыз керек екен біздер. Есептің берілген шартында. Енді қараңыздар, бұл жерде 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерде 7 бар, 8 бар, 9, 10, 11 деген сағаттарымыз бар, білесіздер оны. Енді бұл жерде біз градустық өлшем табу үшін, мынау әрбір бөліктің, мынау 10 мен 11-дің аралығы 30 градус болады. 11 мен 12-ның аралығы 30 градус болады. Мына әрбір сағаттардың аралығы 30 градусқа тең да. Сонда ары қарай кете береді. Сонда қараңыздар, мына 9 бен мына жерде 30 градус. Әрбір сағаттың аралығы 30 градусқа бөлінген жалпы есептейтін болсаңыздар 360 градус болады. Себебі дөңгелек шеңберінің градусы 360 градусқа тең. Енді қараңыздар, 9 бен
10 минуттың аралығында қанша бөлікте 30 градус бар екен санайық. 1, 2, 3, 4, 5 бөлік екен. Яғни 30 градусты 5-ке көбейтсек 150 градус шықты. Әлі бұл есеп біткен жоқ. 150 градус деп қоя салмаймыз. Себебі мына жерде минуттық тіл әрбір секунд минут сайын қозғалған сайын, мынау сағаттың тілі де 9-дан қозғалып 10-ға қарай барады ғой. Сол себептен мына жерде енді біз 10 минут өткен уақыттағы белгілі бір градус бар. Соны тауып 150-ден азайтып тастауымыз керек. Ол үшін қараңыздар, 30 градусты 60 минутқа бөлем. Себебі 1 сағатта 60 минут бар. Бөлетін болса 0,5 градус екен. Так, енді 1 минутта 0,5 градус болатын болса, енді біз 10 минутта қанша градус табу үшін 10 минутта 0,5 градусқа көбейтемін. Сонда бізде шығады 5 градус болады да. Енді қараңыздар, 150 градустан 5 градусты шегеріп тастаймыз. Сонда 145 градус болады. Неге? Себебі 145 градус шықты. Жауабы 145 градус. Себебі қараңыздар, мынау минуттық тіл 10 минутта келген уақытта, сағаттық тілде 10 сағат 9-дан 10-ға қарай жылжу керек. Сол жылжыған уақытта 5 градустан жылжиды. Сөйтіп соны 150-ден 5 градус шегіп тастағанда 145 градус болады екен. Енді осының екінші есебіне қараңыздар. Так, екінші есебі бүйтеді. Сағат 10-нан 34 минут өтті дейді. Мына суретке қарайтын болсаңыздар, мына жерде 30 минут болады. Мына жер 35 минут болады. Мына жер 34 минут мен белгілеп қойдым. Мына арасын бөлікке бөлдім. Мынау 1, 2, 3, 4, 5 бөлікке бөлінген. Әрбір сағаттың арасы 5 бөлікке бөлінген. Сол 5 бөліктің бір бөлігінде 1 минут. Мына 30 минут болса 30, 31, 32, 33, 34. Мына жер 34 минуттың тілі кеп тұрған жер. Яғни бұл жерде біз сол екеуінің аралығындағы, мына жердегі аралығындағы бұрышты, градусты өлшем неге тең, соны табуымыз керек екен. Енді қараңыздар, жаңа көрсеткенде мына екеуінің аралығы 30 градус. Мына екеуінің аралығын санаймыз. 1, 2, 3. Яғни 30 градусты 3-ке көбейтем, 90 градус бар екен. Мына аралығы 90 градус болып тұр. Ал бірақ минуттық тіл алғары жылжыған сайын, мына 10 сағат көрсетіп тұрған, сағаттың көрсетіп тұрған сағатымыздың тілі бар ғой, сол 11-ге жақындау керек. Сол кезде қанша градустар қалғандығын мен қосып алып жазуым керек. Ол үшін, яғни 34 минутты, бағанағыдай 34 минутты көбейтемін 0,5 градусқа. 0,5 градус қаяқтан шыққан білесіздер, бағана бірінші есепте көрсеттік. Сонда мынауымыз 17 градус болады екен. Так, бұнымыз кетті. Енді қараңыздар, мына жерде әрбір 1 минутта қанша градус бар? Яғни 30 градусты бөлемін 5 минутқа. Сонда 6 градустан шығады мына жерде. Сонда мынауымыз 34 минут болып тұрса, мына жерде 1 минутымыз кем болып тұр ғой. Сол себептен де так, сонымен мына 6 градус шығарып алдық. 17 градус шығарып алдық, 90 градус шығарып алдық. Болды, қоса саламыз. Осыларды қосып, градустар қоссақ 113 градус болады екен. Міне жауабы да шықты. Жауабы 113 градус. Ал әрмен қарай 1215 есеп. Егер осы есепті өте түсінікті қысқа жолмен шығарып көрсеттім, егер түсінбесеңіздер комментарийге жаза бересіздер. 1215 есепті көшейік. Так, астына жаза берейін енді. 1215 есепті, осы жерге сестра слайд. 1215 есеп. Ұзындығы 480 метр поезд. Бағдаршам тұсынан 32 секундта өтіпті. Ал көпірден 52 секундта өтті дейді. Мынау бағдаршам, мынау көпір 52 секундта. Бізде сұрайды, көпірдің ұзындығы неше метр? Көпір ұзындығын сұрап жатыр, неше метр деп. Шешуі. Так, бұл жерде бірінші мен жылдамдық тауып аламын.
жылдамдықты табу үшін ұзындықты уақытқа бөлемін, бағдаршамның уақытына. Так, 15 метр бөлінген секунд болды. Енді қараңыздар, енді 52 секундтан 32 секунд азайтам. Көпірдің ұзындығын табу үшін 20 секунд болады. Ал көпірдің ұзындығын табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтем. Сонда жылдамдық 15 көбейтемін 20-ға 300 метр болды. Міне, жауабы 300 метр. Болды, есебім шықты.